деген оп-оңай нәрсе ғой тегі. Сабырлы жігіттің. Қойшы сабырлы болайыншы да. Дос деген не? Сенде дос бар ма? Дос керек па? Дос керек, табу керек. Табу үшін әдемілеп тексеріп алу керек. Итте биттің бәрімен жолдас болмай мықтылап бір дос тауып алу керек. Үш ағарып айтқанға қиын емес, дос деген үш ағарып айтқанға қиын емес. Досым деп жасайды олар сыйын егеш. Досым деп жүргендердің бәрі дос па, бірге дұшпан, ал боласың біріне дос. Бірақ бәрі сені досым дейді. Біреу саған дос болады, пұлың үшін пұлыменен. Біреу дос құмыраның түбіменен. Досым, мен қиналғанда жоқ болып кеттің деп налып жүргендерді жиі көрем. Достарымыз деп бас қосып айтатын кеп ромкаға шарабын құйып өлең. Мен мұндай досымақты жиі көрем, әй. Достық ол қаражатпен өлшенбейді. Сөзіме сенбе құрдас, сенсең мейлі. Қалтаңа қарға тышқан сәтте сенің құзғын досың маңайлап кемсең дейді. Қолыңдағы соңғы нанға таласып жеп, өлгеніңмен санаспайды. Өлсең мейлі, ей, ойлан. Шын дос ол жапақатын ала қашып, рахатын сенімен көрсем дейді. Міне дос. Дос тапсаң, туысын көр, бауырын көр. Ата-анасын, отбасын, ауылын көр. Араласып, сөйлесіп, амандасып, танысып, түсінуге бәрін үлгер. Осы досты сынаудың бір амалы. Дос туыс туғанымен сыналады. Әкесі мен анасына қайыры жоқ адам саған қайтып қайыр қыла алады. Бауыр туыс туғанымен бірлігі жоқ саған қайтып жолдас боп жүре алады. Ондайға жолдас болма, жолдасы бар. Жолдастары, ромкалас достары, қу арағы. Бірде менде дос болған. 5 қойған бағасына. Досым деп тарттым достар арасына. Жиналып бас қосуға әркімдері шығарды. Ақша қарайлап шамасына. Әлгі досым ақшаның жоқтығынан телефон шалды кенет анасына. Ақ көңіл ана байқұс шыж балақтап, жан жақтан ақша іздеді баласына. Ондайда табыла ма ақша деген? Енді қара, бұл иттің ниетінің қарасына. Мені баға алмасаңдар, неге туасыңдар, а? Деп анасын қалдырды табасына. Әрине жай үйтіп қана айту қайда боғау сөздер қосты арасына. Әкесі мен анасын табалаған жігіттің қоймас мүлде бағашыла. Сондықтан дос іздесең қарайлағын, қайыры бар ма әке анасына? Опа етіп құрметтеуден тынбағаннан анасы мен әкесін сыйлаған жан. Дос болуға бас тартпа, сый көресің, сыйдың құнын түсінген сыйлы адамнан дейді. Жалпы айтқым келгені, ата-анасына қайыр қыла алмаған жігіт махаббатына қайыр қылмайды, досына қайыр қылуы мүлде мүмкін емес. Сондықтан да, егер де сіз менің айтқаныма келіссеңіз, және сіз осындай ата-анаңызға қайыр қыла алатын жігіт болсаңыз, немесе қыз болсаңыз, онда осы 3 досыңа жолдап берші осы кескінді. Сосын міне жерде тұрған қосу дейтін белгіні баса сал да, мені қолдай салшы, я? Мақұл ма? Біздің оқырмандарымыз көбейсе тіптен керемет шығармаларды жолдауға шабыт болады екен. Рахмет. Мен сіздердің шынай сондай керемет дос екендіктеріңізге сенем, және ата-аналарыңызды қатты құрметтейтіндеріңізге сенем. Мен сіздерді жақсы көрем. Отбасыларыңыздан береке бірлік кетпесін. Қосылып аламыз, я? Жақсы боламыз. Әлі баспай тұрсың ба? Бас жүрсің, қосу деген оп-оңай нәрсе ғой тегі. Сабырлы жігіттің. Қойшы сабырлы болайыншы, давай. Қосылып алыңыздар, жүрек беріп, пікір қалтырып, 3 досыңызға жолдас жіберіңіз.